Армысыңдар достар, анықталған интегралды қолдану атты бейне сабаққа қош келдіңіздер. Сабақ мазмұны ауқымды екендігін көріп отырсыздар. Осы сабақта анықталған интегралды қолданып, аудан есептеуді қарастырайық. Алдыңғы сабақтардың бірінде Ньютон-Лейбниц формуласын дәлелдеген едік. Сол кезде анықталған интеграл осы төрт қисықпен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын анықтайтынын көрсеткен едік. Сол қасиетті қолданып, жазық фигураның ауданын есептеуге байланысты есептерді қарастырайық. Мысал, координаттық жазықтықта есеп шартында берілген қисықтарды салып алайық. Осы қисықтармен шектелген фигура мынадай болады. Жалпы ауданды есептеу үшін қызыл және жасыл бөліктердің аудандарын қосу қажет. Қызыл бөліктің ауданы келесідей есептеледі. Қызыл бөлікке сәйкес функция графигі ОХ өсінен төмен болған соң, -1 мен 0 аралығында анықталған интеграл теріс болады. Ал аудан теріс бола алмайды. Сондықтан интеграл алдына минус таңбасын жаздық. Осы ауданға жасыл бөліктің ауданын қосайық. Анықталған интегралдарды есептесек, ізделінді аудан табылады. Тағы бір мысал. Координаттық жазықтықта есеп шартында берілген функциялардың графиктерін салайық. Олармен шектелген фигура мынадай болады. Осы фигураның ауданын есептеу үшін координаттық жазықтықта осы фигураның графигін ОХ осіне симметриялы шағылыстырып салып алайық. Ол кезде функция таңбалары қарама-қарсыға ауысады. Сонда осы бір фигураның ауданын есептеу керек болады. Оны анықтау үшін берілген функциялардың қиылысу нүктелері, нақты айтқанда сол нүктелердің абсциссалары қажет болады. Сондықтан осындай жүйені шешейік. Бұл жүйеден келесідей теңдеу жаза аламыз. Бұл теңдеудің түбірлері. Оларды координаттық жазықтықта белгілейік. Мына көкпен штрихталған фигураның ауданын есептейік. Осы ауданнан қызылмен штрихталған фигураның ауданын азайтайық. Сол кезде ізделінді аудан табылады. Анықталған интегралды есептейік. Нәтижесінде берілген аудан табылады. Мына жазуға назар аударайық. Ал мынау бастапқы берілген функциялар. Қоршаудағы қосылғыштардың орындарын ауыстырып, қайта көшірейік. Сонда мынадай қорытынды жасауға болады. Екі функциямен шектелген фигура ауданын табу үшін үстінен шектеген функциядан астынан шектеген функцияны азайтып, анықталған интегралды есептеу қажет. Мысал, координаттық жазықтықта есеп шартында берілген функциялардың графиктерін салайық. Олармен шектелген фигура мынадай болады. Олардың қиылысу нүктелерінің абсциссаларын табайық. Негізі А нүктесінің абсциссасын тапсақ жеткілікті. Ол үшін келесідей жүйені шешеміз. Нәтижесінде А нүктесінің абсциссасы анықталады. Координаттық жазықтықта оны белгілеп қоямыз. Алдыңғы мысалда жасаған тұжырымға сәйкес, ізделінді аудан келесідей табылады. Мысал, координаттық жазықтықта берілген функция графиктерін қарастырайық. Қиылысу нүктелерін белгілейік. А нүктесінің абсциссасын табу үшін келесі жүйені шешейік. Координаттық жазықтықта сол абсциссаны белгілейік. Б нүктесінің абсциссасын табу үшін мына жүйені шешейік. Координаттық жазықтықта сол абсциссаны белгілейік. С нүктесінің абсциссасын табу үшін осы жүйені шешейік. Сол абсциссаны координаттық жазықтықта белгілейік. Әуелі сарымен ерекшеленген ауданды табайық. Ол үшін жасыл штрихпен ерекшеленген ауданды есептейік. Сол ауданнан қызылмен ерекшеленген ауданды азайтайық. Анықталған интегралды есептейік. Енді қоңырмен ерекшеленген ауданды табайық. Ол үшін көкпен штрихталған ауданды есептеп, одан қызылмен ерекшеленген бөлік ауданын азайтайық. Анықталған интегралдарды есептейік. Ізделінді аудан сары мен қоңыр аудандардың қосындысы болады.
Енді функция параметрлі түрде берілген жағдайда аудан есептелуін көрсетейік. Функция графигінің әрбір нүктесі t параметріне қатысты анықталатын болғандықтан осьтерді бұлай белгілеп қояйық. Функция енді келесідей анықталады. Интегралдау аралығының a үшін t1 деп белгілейік. Ол мына теңдіктен анықталады. b үшін t2 деп белгілейік. Ол мына теңдіктен анықталады. Осы теңдіктен мынадай теңдік жаза аламыз. Ал нүкте ординаталарын анықтайтын мына екі өрнек пара-пар. Осы белгілеулерді анықталған интегралға апарып қоямыз. Сөйтіп параметрмен берілген функция үшін ауданды есептеуге арналған формуланы аламыз. Мысал, эллипстің ауданын есептейік. Координаттық жазықтықта эллипстің суретін салып қояйық. Оның 4/1 бөлігінің ауданын тауып, 4-ге көбейтетін боламыз. Эллипстің канондық теңдеуін параметрлік түрде келесідей жазуға болады. T параметрі эллипс нүктесіне сәйкес радиус вектор мен абсцисс осі арасындағы бұрыш. T параметріне қатысты интегралдау шектерін анықтап алайық. Осы формулаға сәйкес мынадай анықталған интегралды жазайық. Ықшамдайық. Дәрежені төмендетіп, интегралды бұлай қайта көшірейік. Соңғы анықталған интегралды есептесек, ізделінді аудан табылады. Тағы бір мысал қарастырайық. Координаттық жазықтықта циклоида графигін салайық. Ол үшін радиусы а болатын шеңберге назар аударайық. Нақты айтқанда, а радиусының O нүктесіндегі ұшына назар аударсақ. Осы шеңбер дөңгелей жөнелсе, радиустың ұшы циклоиданы салады. Бұл циклоиданың тек бір доғасы. Осы мысалда t параметрі шеңбер радиусының центрге қатысты бұрылу бұрышы. Осы ауданды анықтау қажет. Мына формулаларға сәйкес келесідей анықталған интегралды жазамыз. Интегралдау аралығы 0-ден 2π-ге дейін, себебі шеңбер толық бір айналым жасады. Соңғы анықталған интегралды есептеп, ізделінді ауданды табамыз. Енді функция полярлы координаттар жүйесінде берілгенде аудан есептеу формуласын шығарып алайық. Полярлы координаттар жүйесінде функция графигі берілсін. φ0 бұрышынан φn бұрышына дейінгі аралықтағы мына фигураның ауданын анықтау керек. Ол үшін сарымен ерекшеленген бөлікті келесідей бөліктерге бөліп алайық. Мына бір бөліктің ауданын қарастырайық. Центрлік бұрыш дельта φ, радиусы r болатын шеңбер секторын салайық. Егер дельта φ 0-ге ұмтылса, қоңыр түсті бөлік ауданы DOF секторының ауданына ұмтылады. Ал сектор ауданы бұлай есептеледі. Онда бөліктер саны шексіз болғанда, сарымен ерекшеленген фигураның ауданы әрбір бөлікке сәйкес секторлар аудандарының қосындысына тең болады. Ал ол осында мынадай интегралмен анықталады. Мысал қарастырайық. Полярлы координаттар жүйесі мен декарттық координаттар жүйесінің арасында мынадай байланыс бар. Берілген теңдеудегі x пен y-ті соңғы өрнектерге сәйкес алмастырып жазсақ, келесідей теңдеу аламыз. Немесе былай ықшамдап жазайық. Бұл тәуелділіктің анықталу облысын анықтасақ. Осы тәуелділікті экстремумға зерттейік, ол график салуға қажет болады. Полярлы координаттар жүйесін салайық. Қабылдауға жеңіл болу үшін декарттық координаттар жүйесіне дейін толықтырып алсақ. Оған қоса мынадай қосымша салулар салайық. Біздің қисығымыз мына екі аймақта орналасады. Себебі графигін салғалы жатқан r тәуелділіктегі функцияның ең кіші оң периоды π. Минус π/4 бұрышында полярлы радиус 0-ге тең болады. Енді бұрыш 0-ге дейін артқан сайын полярлы радиус мәні өсе бастайды. 0 радиан бұрышта ең үлкен мәнін қабылдайды. Яғни полярлы радиус а-ға тең болады. 0-ден π/4-ке дейінгі аралықта полярлы радиус кеми бастайды. Сондықтан
π/4 бұрышында полярлы радиус 0 болады. Осындай қисық саламыз. 180 градусқа айналдырып, екінші бөлікке де дәл сондай қисық саламыз. Бұл қисық Бернулли лиминис катасы деп аталады. Мына бөлік ауданын тауып, оны кейін 4-ке көбейтіп, ізделінді ауданды табамыз. Осы формулаға сәйкес, мынадай интеграл жазайық. Ол ерекшеленіп тұрған бөліктің ауданы. Оны 4-ке көбейтейік, анықталған интегралды есептеп, ізделінді ауданды табамыз. Тағы бір мысал қарастырайық. Берілген қисықты салмас бұрын косинустың графигін қарастырайық. Егер косинусты квадраттасақ, барлық теріс мәндері оң болады. Және 0 мен 1 аралығының мәндері квадратталғанда азаяды. Сондықтан косинус квадрат x функциясының графигі келесідей болады. Полярлы координаттар жүйесін салайық. Алдыңғы мысалға ұқсас, қосымша салулар салайық. Минус π/2-ден 0-ге дейін косинус квадрат x функциясының графигі өсетінін көріп отырмыз. Олай болса, осы аралықта полярлы радиуста өседі. 0-де ең үлкен 2 деген мәнін қабылдайды. Косинус квадрат x функциясының графигі 0-ден π/2-ге дейін кемейтінін байқап отырмыз. Олай болса, осы аралықта полярлы радиус кемей береді. Косинус квадрат x функциясының ең кіші периоды π, сондықтан салынған қисықтың тармағын 180 градусқа бұрып, екінші жартысын саламыз. Бұл қисық екі жапырақты полярлы раушан деп аталады. Осы бір бөліктің ауданын тауып, кейін 4-ке көбейтіп, қажетті ауданды табамыз. Осы формулаға сәйкес мынадай интеграл жазайық, және оны 4-ке көбейтейік. Анықталған интегралды есептейік, ізделінді ауданды табамыз. Келесі сабақта доға ұзындығын есептеуді қарастырамыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.